Қырымда ең истидатлы генч ойынчы ве ержыларына белгіледілер. Ахмеджетте жанлы сес 2019 ярышынан гала концерті олып кечті. 30 яш истидат бір санада ойын ве ер номинацияларында күчлеріні сынады. Ярмадада насыл қиын олса да тыры телеканалы башлатқан баллар ярышы 11 ел кечірілі. Сонки йыллары оны Ярмадада Қараденіз Продакшн студиясы тешкілете. Тәпсілатлы жа Левхамызда. Ел девамында бұл баллар кастинглерден кечіп, ожаларынан бәрі гала концертке азырлық көрді. 500-ден зияде намзеттен сечіп алынған 30 ең истидатлы бала бір санада күчлеріні сынай. Тешкілятчылар оларыны яшларына көре екі группаға бөлді. Адеми ер ве ойынлар земаневи услупты. Устазлар балларны ярышқа өлі азырлады ке олар бір чықышта, бір қач туркы ве ойынларына бірлештіріп ве чешіт услуплерді ижра етті. Жанлы сес біздің ең севемлі проектіміз, чүнки бұл балар бізге бақыт ве ғурур бағышлайлар. Ел-елдан олар yüksek seviyenin gösterirler. Biz de her yıl şu konkursunu daha güzel yapmağa tırışamız. Жюри азалары чықышларға қимет кесіп ғалиплеріні белгілегені вақыт татлы сес вет жанлы сес. Ярышларынан кечкен сене ғалиплері белі артистлерінен бір санада чықыш yapты. Biz mındamız demek bazıları istemese de Karadeniz tarafı bu benim evim. 2019 senenin en yakşı oyuncusu olarak büyükler arasında Edem Nabiyev tanıldı. Küçükler arasında ise Aliye Cigitova. Шевкет Сулейманов büyükler arasında Timur Fahriyev ise küçükler arasında en yakşı yırcı nominasyasında birincilikni elde ettiler. Yarış iştirakçıları diplom ve bakşışlarının beraber para mukafatlarını da aldı. Alkışlar bizim galiplerimizge. Halkımızın ruhunu kotermek, minligimizni kostermek için canlı ses yarışını milli marşımızdan yakınladılar. Karadeniz Production canlı ses 2020 yarışını ilan etti. Yakın vakitte Kırım boyunca castingler keçirilmesi көзде tutula. Şevket Matulayev, Zaman, ATR.